Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге BMI Group. Және бүгін бізде Домодороги фильмі. Бұрынғы UFC жауынгері жол бойындағы асханаға күзетші ретінде жалданады. Ол мекемеде тәртіпсіздік жасайтын байкерлар тобына қарсы тұрады. Бірақ олардың артында елеулі қылмыстық топ тұр. Фильм Тайлер Дёрденнің сүйікті іс-шарасынан жекпе-жектің турнирінен басталады. Фрэнк есімді қыз тағы бір қарсыласын ұрып соғып жатқан жергілікті чемпионды іздеп жүр. Ұйымдастырушылар чемпионға тағы кім қарсы шығуға дайын екенін қызығушылық танытады. Капюшондағы адам торға кіріп, шешінуін бастап жатқан кезде оны көрген чемпион рингтен кетіп күресуден бас тартады. Жеңіске жеткеннен кейін бейтаныс адам кетіп бара жатқанда, парковкада оны наразы клиент қуып жетеді және ұтылған $500 үшін ішіне пышақ тығып алады. Жауынгердің сабырлы реакциясы оны қорқытып қашып кетуіне себеп болады. Жақындаған Фрэнки Далтон есімді бейтаныс адамға жараны жамауға көмектеседі және Глаз Кей аралында барда күзетші жұмысын ұсынады. Ол бас тартады. Қыз соңғы сәтте оған байланыс номерін қалдырып кетеді. Далтонның өмірі нашар, ол көлікте өмір сүреді. Полицей жанармай құю бекетін кетуден бұйырған кезде ер адам рельстерге кіріп, қайғылы қиялдар толқынында темір жол өткеліне келіп тоқтап қалады. Бірақ көп ұзамай ол өз ойын өзгертеді. Нәтижесінде ол машинасын жарамсыз етіп, пойыздың астынан әрең шығады. Сол моментте оның көзқарасы жазбаға түседі. Содан соң бізге Флориданың керемет табиғатының арасына кетіп бара жатқан автобусты көрсетеді. Соңғы аялдамада Далтон жасөспірім қыз Чарлимен кездеседі. Ол кітап дүкенінің иесінің қызы болып шығады. Олар қонаққа жол бойындағы ас деп аталатын Фрэнкке жол бойындағы асхананы қалай табуға болатынын түсіндіреді. Онда даяшы Билли Далтонды біліп қояды. Айналаға қарап, қонақ кештің қалай өтіп жатқанын байқамайды. Және онымен бірге келушілер әдеттегідей әдемі музыканың фонында төбелесе бастайды. Далтон Биллидің Реф есімді досының көмегімен төбелесіп жатқандарды қалай ажырататынын бақылайды. Содан Дали бастаған соя байкерлердің тобы келіп жетеді. Олар Биллиді қорқытып, бардағы заттарды бұзып сындыра бастайды. Бұл мәселенің түп тамыры екенін түсінген Далтон жігіттерге шығуды ұсынады. Далтон көшесінде ең жақын аурухананың қай жерде екенін сұрағаннан кейін барлық 5 байкерлерді шапалақпен ұрып шығады. Бұл жабайы мінезді тыныштандыруға көмектеспегеннен кейін ол сүйектерді сындырып, тістерін қағып, қаттырақ ұра бастайды. Фрэнкидің көлігін қарызға алған Далтон ұрып соққан бұзақыларды больницаға апарады. Ол медицина қызметкерлеріне диагноз қоюға аз уақыт жұмсау үшін кімге қалай зиян тигізгенін түсіндіреді. Бірақ оның қамқорлығы бағаланбады. Доктор Элли қонаққа қосымша жұмыс істеуге тура келетін пациенттерді алып келген үшін мысқылмен алғыс айтады. Жақында пышақтың бітелген жарасын байқап, ол көмек ұсынады. Гиппократ анты міндеттейді. Барға оралғанда Далтон Фрэнкиден жалақы алады. Ол оған аллигатордан сақ болуды ескертіп, қайықта тұруға рұқсат береді. Кейін осы туралы Пирстің күзетшісі таңертең ер адам бортта қайтадан ескертеді. Түнде Далтонның бұрынғы өмірін жайлы түс көре бастайды. Ол UFC жауынгері, орта салмақтағы чемпиондық белбеуге үміткер болған екен.